Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз тағы да бір еңбек адамының дастарханында отырмыз. Әдеттегідей мінекей Саяхат ағам бар және Ақтілек деген кәсіпкер ағамыз. Енді Ақтілек бауырымыз, өздеріңіз білесіздер, мынау қазақтың тамағы бойға қуат, дертке шипа деп. Не үшін Қазақстан түрлі қалаларында қазақы ұлттық дәмхана жоқ. Осыны ізденіс жолында, осыны тез басатын, әрі қолайлы нарыққа да шыға алатындай қылып отырып, бүгінгі бауырдақ асхана кафенің желісін аяғынан тік тұрғыздан 10 неше жыл жұмыс істеп жүріп, Ақтілек бауырымызға мен сырласып әңгіме шертпекшіміз. Бұның бәрі бекерден бекер орын алған жоқ, бұның бәрі еңбек, бұның бәрі қажыр қайрат, бұның бәрі талпан ізденістен. Ақтілек аға, енді бұл неге бауырдақ, осыны айтыңызшы. Неге ол біреулер қыздың атымен, руының атымен, болмаса елдің атымен қойып атады ғой, неге бауырдақ? Енді өзім бұл салада болғандықтан, тамақ саласында бауырдаққа дейін де жүрдім ғой. 2009-дан бастап Алматыға келгелі. Әртүрлі асханамен жұмыс жасап көрдім. Енді қазіргі бізде дамыған лағман қаналар болсын, әртүрлі түріктікі болсын, жаңағы әуежайдан бастадық. Енді ол жерде жұмыс жасап жүрдік, қызмет жасап жүрдік, халыққа қызметіміз жасап тамақтандырып жүрдік, бірақ әртүрлі ұлттың тағамы болғаннан кейін оның енді өзінің мамандары, аспазшылары бар. Солармен жұмыс жасап жүрдік енді. Әр ұлттың өзінің асы барда, неге қазақтікі жоқ дедіңіз ғой? Иә, өзіміз жоқ, енді былай ойлап, былай ойлап, ол аты да, заты да бірге ұқсай ма деген, ұқсау керек шығар деп. Сондай қатты біліміміз жоқ, сол кезде ізденіп жүріп, әйтеуір бір күндердің күні бір алаң қалаумен бауырсақты, ішіне қуырдақты салсам, мүмкін жарасар. Оның аты бауырсақтың бауырын алып, сөзін қуырдақтың дақ деген сөзін алып қосып, ішіне тамақты да солай дәл қосып, ұйқастырып көрсем, келетін сияқты болды басында. Содан кейін алдында тәуекел дедім, ең бірінші тәуекел болды, өйткені қорқынышты болды. Ойда жоқ нәрсені алып, ертең еліміздің асын, дәмін, сөзін, тілін мазақ қылам ба деп қорықтым. Ұят болып қала ма деп. Тәуекел деп сөйтіп, бауыр деген сөзді алып, дақ деген сөзді қосып, тамақты қосып, екі затты қосқаннан кейін шыққан сөз ғой, бауыр, дақ. Енді ана Серік Қалиев деген ағам болған. Иә. Жарықтық өмірден өтіп кетті ғой. Иманжол спорт ағамыз. Алла рахмет. Сол кісінің сіздің өз бауырдақ деп қойған кезде сол кісі әлеуметтік желіде жазба жариялапты. Неге бұл бауырдақ? Иә, осы оқиғаны айтып берші. Ол кезде біз енді бастаған уақытымыз Тастақта мешіттің жанында ашылған кішкентай орын алдық. Ол жерде де мен бауырдақ деп жаздым, бірақ жанына лағман қана деп сөз қосқам ол кезде. Себебі құр бауырдақ деп қойсам қорқынышты болды шын айтқанда. Халық түсінбейтін не нәрсе, сондықтан алдыңғы істеп жүрген жұмысымды тастамай лағман қанаға аштым да, бірақ лағман қана бауырдақ деп қойдым да атын. Халықтың құлағына сіңіре Иә, кішкене ақырын сөйтіп үйретіп көрейінші деп. Сол кезде мен ана постты көрген шошып кеттім. Болдым ғой, біттім ғой мен сол жерде. Ағаның жазып жүрген, оны жерде астында Балғынбегім ашып жазыпты комментарий, неше түрлі сурет жазған ғой, әртүрлі сол уақытта. Дақ па, неге дақ, значит дағы бар ғой деп кейбіреулер мазақ қылып сөйлеп. Ол жерде көп сынақ болды. Кірген кеткен, ары бері өткендер бәрі кіріп ұрысып кіретін. Үлкен кісілер де ұрысып кіретін де. Ей, мына жердің иесі кім деп. Мынау не мазақ сендердікі. Қазақтың сөзін бұзып, қате жазғандарын сауатсыздар деп ұрысатын үлкен кісілер. Мен сол кезде енді бір жағынан кіргенде сөйтіп, ана қазаққа бәрібір емес екен ғой деп қуанатын. Мен соған қуандым. Біреулердің назарында екен ғой дедім. Иә. Мен қуанғаным сол болды. Бәрібір емес екен ғой, мен ойлайтын ғой, қазаққа уже бәрібір. Уже бізде ештеңе құндылық қалмады. Итакта асымыз жоқ. Қымыздарымыз болса көшеде табылған бутылкаға құйып сатып тұрар базарда. Иә. Айтқанда түсіп барамыз, кетіп барамыз деп қорықтым ғой. Сол кезде қуандым. Әй, бәрібір емес екен, әлі не істейді, уайымдайды халық бар екен ғой. Сонда мен қыздарыма бүйтіп ыммен көрсете қоямын, тезірек бауырдақ ала кел деп, алып кел қой деп. Үлкен кісілер келді, талай сондай жағдай болды. Сонда келіп өстіп отыр, аға, ата деп төйлетіңіз, жолға шығыңыз деп отырғызып аламын. Бірге отырамыз, содан кейін сұрақ қоя бастаймын, сіздің немерелеріңіз бар ғой? Иә, бар дейді. Олар енді кешке қай уақытта бір мейрамдар демалыс шыққан тамақтандырасыздар ғой, сонда шетелдің бургерін жегізесіздер ғой, дөнер жейді ғой десем, не жейді басқа дейді. Содан кейін мен бауырдағымды ала келемін, ол кезде бауырсақпен
бауырмен жасалатын бір-ақ түрі болатын. Соны әкеліп алдына қоя қоямын, ата дәм татыңыз, бұл тегін дейді. Бұл нені бәле деді. Мен айтамын, бұл қазақтың асы деймін. Көріңізші дәмін, тегін. Соны алатын да дәмін көріп, мынау дәмді нәрсе ғой, бұл не жасалған деп. Ішіндегі таныс қой енді. Сөйтіп сол кезде талай кісілер наоборот мен қуантты. Мынау жақсы бәле ғой. Енді балаларыңыз осыны бере аласыздар немерелеріңізге. Өзіміздің ас мынау енді. Деп пайдалы өнім деп. Аты бауырдақ деп айтатын. Анау айтып тұрған сол ма бауырдақ деп тұрған. Неге деп. Сонда мен айтамын, ішінде қуырдағы бар, сырты бауырсақ, екі сөзді қосқандағы бауырдақ деген сөз осы деп. Сол кезде түсініп, талай кісілер сол кезде үлкен кісілер ғой. Баталарын беріп сол кезде жолың ашық болсын, жасай бер жұмысыңды, қуаныштымыз деп. Ұрысып кірген адамдар сөйтіп бата жасап кеткен. Мен сол кезде кісілердің батасы ма деп. Батасы деп сенемін, өйткені толай қолдады сол кезде. Енді мына жерде мынандай сұрақ туындап тұр. Ақтілек аға, енді Саяхат аға екеуіңіз қалай танысып жүрсіздер? Бұл кісі де қазақтың асын дәріптеп жүрген, қазақтың етін шығарып жүрген кісі ғой. Саяхат ағамен мен оған дейін таныдым. Оған дейін таныдым. Бірақ ол кезде жолықпадық, жолымыз түспеді. Оған дейін мен сол жаңағы кезекті асханаларды ашып жүрдім, жабылып жүрдім, ашып жабылып жүрдім. Қаншаман аштым, қаншасын жаптым де. Ашылам, жабылам, сөйтіп шаршап жүрген кез ғой. Бәрі минус де. Иә. Барлығы былай айтқанда банкрот, қарызға кіру деген нәрсе. Әр қиындығы бар, әр жабылған сайын бір қиындығы бар. Ашылған кезде бір қуанасың, жабылған кезде бір қайғырасың. Көші-қонның бір лақтық шығыны бар дейді. Көші-қонның өзінің бір лақтешкілік шығыны бар дейді. Сөйтіп бір кафені ашып жабудың өзі оңайшылық емес. Ол жабылғанда жай жабылып кетпейсің ғой. Желкеге көп қарызбен кетесің ғой. Мініп алып шығасың де. Сол қарызбен біраз жүресің. Қанша адамға қарыз болдық, қанша адамды ренжіттік сол кезде. Әйтеуір Құдай далада қалдырмады. Сөйтіп жүрген кезде бір орын болды, осы Алмарасан жақта, осы жоғары жақта. Сол жерге бір бауырымыз шақырды, осы жерде жұмыс жасайық, жүрмей жүр екен, көмектес деп, сен кішкене білесің ғой деп. Сол жерді алып жасап, жұмыс жасап, мен уже өзімнің білгенімді сол кездегі салып бір түріктердің аппараты бар, айран айналдыратын. Соны алып келіп, оны өзін қарызға алып келдім бір кісіден, бір кісіде тұратын, үйінде бос тұратын да. Қоймай сұрап алдым қарызға, бер маған керек деп. Оны не істейсің деп ол басқа тұрады, мен қайтарам ақшаны деп, оған расписка жазып бердім уже. Сөйтіп ол аппаратты алып барам. Ойымда не ғой, айран емес, қымыз соған құйып, істеп көрмегем әлі. Бірақ ойымда жүрді, сөйтіп араластырып, сапырып тұрса қалай болады деген. Логикасы дұрыста қымызды сапырған сайын дәмді болатын. Мен сапыру, қымыз сапырған сайын күшті болатын білем де. Бірақ аппаратпен сапырсам, еще асты холодильник, ана жақтағы орынның иесіне түсіндірім, осындай істейін деп, олар да түсінбейді ешкім. Былай айтқан, менен басқа ешкім түсінбейді де. Әйтеуір өзім істейінші деп, ешкім тыңдамай алып келіп, ана жерге қойып, оны қосып, ішін тазалап, дегенде қымыз құямын да көшеге далаға шығарып қойып қоямын. Асты холодильник суытады. Ана үстінен сарылдап ағып тұрады. Соны сапырылады екен де. Сөйтіп, бір-екі күннен кейін оны сапырылып, салқындап, дәмді болып шықты да қымыз. Сол кезде қонақтар келгенде кесемен жанына әдейі қойып қоямын. Ашасың да, кранды ашасың, өзі ағып тұрады. Бүйтіп құйып аласың да, іше бересің. Құйып аласың, тауға қарап тұрып, табиғат қарап іше бересің. Ағам сөйтіп келіп сол жерден ішеді ғой. Қымызбен ұстаған екенсің. Деген дәмді деп отырып алып ішеді. Ол кезде ол кісі сыртынан көріп былаймыз ғой, деп, аға деп, етпен айналысады маман ағамдан. Жолай алмайсың ол кезде біз. Ешкім ол кезде біз армандап жүрген баламыз ғой біз. Содан кейін бір танысып сөйлесіп, аға қымыз алып жүреді де, телефон алмастырамыз. Содан біраз уақыт өтеді. Одан кейін мен енді Алланың қалауымен айтып уақыты келіп, бауырдақша тастақтан ашылып, одан кейін тағы ол жер жабылады, сносқа кетеді. Әйтеуір бір қай уақыт осы? Абылай ханда мына қазіргі 2019-ның басы ғой. Сол кезде деп бастаған кезде, сол дұрыстап ашып бастаған кезде. Сол кезде уже мен ағаларды іздей бастаймын, кірісіп. Келіп дәмді көріңіз деп. Сөйтіп ағамен сөйлесіп жүремін сол кезде. Аға келіңіз, дәм татыңыз, көріңіз, өйткені қолдау керек та ағалардың. Сөйтіп жүріп танысамыз, сөйтіп жақындап танысып, содан Аллаға шүкір қуанам, әлі дейін қуанам. Жаңа бауырдақтың темасы суымай тұрып, көпшілікке бірден айта кетейік. Енді көпшілік бауырдақ дегеніміз кәдімгі қазақтың дастарханынан апаларымыз, жеңгелеріміздің, әйелдеріміздің қолынан шығатын қызыл чеке бауырдақ. Бұл бауырсақ бар ғой,
буу буркураган элдин баары жакшы көрүп жейди го, бауырсакты жаман көрмөйтүн адам жок баары. Ал бауырсак, енді біреу қуырдақ. Төстің еті мен қабырғаның етін ұсақтап отырып, турап, майға бұқтырып отырады. Май қуырдақ бар. Санның етін қара кесегінен үгіп отырып, қара қуырдақ бар. Енді өз екеуі де қазақтың асыл тамағы ғой. Енді мына жерде жаңағы қымыз айландырып жүрген сияқты логика тұр да, мына жерде ұлттық логика. Үйлесімділік. Бауырсақ кім жемейді? Қара қуырдақ, майлы қуырдақ кім жемейді? Әкелді, бауырсақтың ішіне қуырдақ ұрып жіберді. Сонда бауырсақтың ішіндегі қуырдақ демекші ғой. Әдемі нәрсе ғой енді. Осыны айта кетпекшіміз, бауырсақтың ішіндегі қуырдақ. Жалпы мынаны айтыңызшы, осы ас тағамдарын қалай жинақтадыңыз? Қазақтың ас тағамдарын. Қайдан алдыңыз? Кім жасайды оны? Енді бұл бауырдақ жалпы өзінің бар ғой, ойластырып, басқа асханамен жұмыс істеп жүрмін алдында. Бірақ осы бауырдақты ойлап миымнан шықпай жүрген 7 жыл уақыт өтіп кетті. Енді ол кезде мен асханам болмағаннан кейін Тастақтағы район әлі жоқ кезде, сол уақытта өзі бір кезекті орын жабылып, тағы да бір банкротта бір шаршап жүрген кезде, бірақ ана ойымда жүре беретін. Кафем жоқ, түгім жоқ, бірақ ойымда жүре беретін. Сол нәрсе итермелеп жүрді алдыға. Әйтпесе ол болмаса мен басқа салаға кетіп қалар ма едім. Болмаушы еді ештеңе. Сөйтіп жүргенде менде бұрынғы істеген аспазшы қыздар болған, жұмыс істеген. Олар келгенде менде жұмыс болмағаннан кейін олар басқа бір асханада жұмыс істеп жүрді. Мен соларға хабарластым, маған көмектесіңдер. Өтініш, мен продукт алып барайын. Осы бауырдақты тағы бір түрін жасап көріңдерші, мен сендерге айтып тұрамын қалай істеу керек. Сөйтіп істеп беріңдерші. Содан кейін осы жолы нүктесін қоямын деймін де. Сол кезде олар күлді, аға әлі қоймапсыз ғой, қоя салсаңызшы. Қоймайды екенсіз деді, болмайтын нәрсені айта бересіз ғой деді. 7 жыл өтіп кеткен. 7 жыл өтіп. Бәрі 7 жыл өтіп кеткен уже. Содан кейін мен осы жол көріңдерші болды деймін. Осы жол нүктесін қоямын болды. Как раз сендерде банкетный істейтін мына студенттер бар ғой. Көп қызмет жасайтын. Солардың бәрін жинап беріңдер сол жерге. Мен соларға дегустация жасатайын. Көрсін, сол кезде олар соңғы нүктесін айтсын деймін. Егер де сол жерде дұрыс болмаса, онда болды. Осыдан кейін қоямын, тоқтатамын, ұмытамын. Деймін де келісеміз. Сөйтіп мен продуктымды алып барамын сол жерге. Бауырсақ илеп, дайындап, мен айтқан нәрсені бәрі істеп, қосып, жасайды сол кезде. Ол кезде телефондар алғаш шығып жатқан. Сол телефонға түсірген едім сол кезде. Болашақта керек болған. Ол телефон жоғалтқан. Алғашқы жасалған. Алғашқы жасалған, иә. Бар еді сол, бірақ телефон жоғалтып алдым да сол уақыттарда. Әйтпесе сол ең бірінші видео болған. Негізі күшті видео сол, сақталып қалса тарих болар еді. Сол кезде олар жасап, бір бауырдақ жасайды да, бірақ әртүрлі рецептпен. Ішінде біреуінде салаты бар, біреуінде ашытылы бар, біреуінде тағы бірдеңесі бар. Бәрі бауырмен. Бір 4-5 түрін шығарамын үстімен. Содан кейін жаңағы студенттер шақырамын сол жердегі. Бәрі келеді, мен сол кезде есімде телефонға түсіріп тұрғанмын, түрлерін бәрін. Көріңдерші дәмі деймін ғой, солар теуіп тұрады да. Ана бала әлі күні есімде бір, сол бала қайда екен қазір білмеймін. Қызық жеп тұрып, ағам мынау не нәрсе дейді деп. Ұнамай қалды ма деймін, шошып тұр мен өзім. Жоқ, мынау не нәрсе айтыңыз, не дәм дейді, мен айтамын, мынау егер де көшеде сатып тұратын болса, сендердің оқитын орындарың алдарында. Дөнер сататын жерде, самса сататын жерде мынауда тұрса, қалай ойлайсың? Алады ма қазақ, қаласыңдар ма десем, сол кезде ана кісі айтқан, баланың айтқан, аға деді бүйтіп маған, кәдімгі сендіріп айт. Егер де бұл шығатын болса деді, біз ана дөнерді де жемейміз, самсаны да жемейміз, бургерді де жемейміз. Мынау керемет ас қой деді. Сол кісі маған бір кішкене рух берді сол жерде. Бірақ сенбей тұрдым да әлде. Сен мені аяп айтыпсың ғой түрік. Шындығыңды айтсаңшы деді түрік. Алдамай. Шыныңнан айтыңызшы, мені аямаңдар мені деймін. Өйткені тағдыр шешіледі деймін. Содан кейін маған сенбесеңіз басқаларын шақырды. Қыз балалар көп келді. Сол кезде тағы да олар жеп көріп, сол жерде тұрған қыз балалар біреуін тауып жеп салып, тағы да берші деді. Тағы да бар ма? Тағы жеп, не дәмді деді. Енді шын, әндер эмоцияларыңа жеткізе алмай тұр. Бірақ қуалым жеп тұрды. Енді студент болған аш болды ма білмеймінайды. Бірақ астың қадірін солар біледі. Бірақ айттымдай, балалар мені алдамаңдар дедім. Мен көңіліме қарап, жай айта салмаңдар дедім. Өйткені бұл ертең тағдыр дедім менің. Жаман нәрсе шығарып қойып, ертең жаман болмайын. Жоқ аға, мынаны шығару керек срочно, мынау жақсы нәрсе ғой деп. Сол кезде мен кәдімгі рух алам, кәдімгідей бүйтіп, сенем аналарға, рахметімді айтып, алғысымды айтып. Сол жерде сенем, нүктем сол жерде қойылып, болды енді, ашу керек онда деп. Сол жерде жұмыс істеп жүрген қыздарға айтамын ғой. Мен ертең ашылсам, келесіңдер ме маған жұмыс істесем? Күледі. Ой аға, сіз алдын ашылып болыңыз дейді. Неше рет банкрот болдың енді. Дегенде ашылмайды шығарсыз дегенде айтты ғой.
біз мына жерде жұмыс тауып болдық, енді жақсы істей береміз осы жерде дегендей болды ғой. Соны жарайды дедім, шығып кеттім, есімде кетіп барамын, өзім жаяу кетіп барамын. Ана не жақ кәмекі жақтан қуанып кетіп барамын, көктем уақыты. Сол кезде бір телефон звонок келеді де, сол уақытта бәрі ретімен келіп тұр. Орысшалап сөйлейді, мен әлі сіз орын керек деп едіңіз ғой, Тастақта. Орын қазір дайын болды, аласыз ба дейді. Сөйтсе мен қыстың күні барғанда бір Тастақтың дәл жанында бір дөнердің болған. Сол дөнерге кіргенде көктемде кетсе, бұл кісілер айтамыз деп нөмірімді алған. Сол звондап тұр да. Ана орын босап жатыр. Аласың ба деп. Енді мен жаңағы арманым бар, бірақ әлі ақша жоқ. Иә деймін ғой, жоқ деп айтпаймын. Көрген жоқпын. Сразу иә деп келсем. Болды, келісіп қойдық. Енді ақша іздеу керек деймін де. Сол жерге барамын. Сол жерден басталады. Сол кезде меню жасап, кәдімгі лағмандар қойып, бұрынғы поварларды жинап, бірақ сол кезде бауырдақты ең соңғы бетіне қойып, кішкентай сурет қылып шығарамын оны. Енді әлі де қорқыныш бар менде. Кішкентай сурет қылып шығарамын, көрінбейтін, ең артық суретіне қоямын. Сөйтіп бірақ тамақ болған сол кезде. Сөйтіп ол жердегі менің аспазшыларым көмектесті сол кезде, Алла разы болсын оларға. Ағамның артында тығылып тұра бере ме деп пісіріп кіре беріске көп әдемі қойды да. Көрсін адамдардан. Сөйтіп сол жерде көріп адамдар алып бір күні келсем очередь тұр. Бұл не очередь десем бәрі бауырдаққа тұр дейді. Мен сенбеймін, қойшы деймін. Шынымен сөйтсем очередь тұр бауырдаққа. Мен кәдімгі көңіл болса ана жерде барып өзімде кірісіп кетемін жұмыс істеп. Содан кейін сөйтіп жұмыс істеп қуанып істеп жүреміз. Сөйтіп сол кезде бір тамақ қана болады, бірақ соны сатып жүреміз. Не уақыты басталады? Рамазан айы. Сол кезде бір кісі келеді де, араб келеді де бір. Кіреді де, қадір түніне маған 2000 бауырдақ керек деп заказ береді. Машалла. Мен ана жерде төбем көкке көтеріліп, бірінші сондай заказ болып тұр. Жоқ деп айтпайсың ғой, иә деп заказын алып алғансың. Еще жанына, кәжин жанына 2 бауырсақтан қос дейді де. Сонда 4000, 2000 бауырдақ болса, ол бауырсағы. Жанында тағы да 6000 бауырсақ пісіру керек болды сол кезде. Қадір түні дайындау керек. Біз қадір түні болатын бір күн бұрын таңғы сағат 8-ден жұмыс қабылдамаймыз дейміз де, ішке кіреміз де бауырсақ пісіреміз. Пісіріп жатырмыз. Мен ойлағандай болмай шықты. Өте көп екен де 2000 деген. Мен сол кезде тағы бір нәрсені түсінемін. Бауырдақ кафесі дұрыс жұмыс жасау үшін оның жағдай дұрыс болу керек екен. Жұмыс орны. Сол кезде түсіндім ана қазіргі біздегі атышулы популярный шетелдің фастфудтарын түсіндім. Неге олар тоқтамай жұмыс істей алады? Сол кезде мен Алла тағала маған сол жерде түсіндірді. Соған жұмыс жасадым одан кейін. Мен ана түнгі сағат 1-де әрең бітірдім заказды. Адам қаптаған адам ана қадір түні күні әйтеуір шаршап кеттік, бірақ шығардық. Сол кезде түсінгенім біз анау бұрынғыдай лағманның орнына, тамақтардың орнына істеп едік қой. Сол кезде менде тағы да жаңа ой келді. Бауырдақты жасау үшін оған арнайы пеш болу керек екен. Орнында тұрып пісіріп бере беретін пеш болу керек екен. Сол кезден бастап бауырдаққа пеш жасаймын да, ойластырып. Арнайы пеш жасау. Иә, әйтпесе ол сол сынақ болмағанда бауырдақты көп сапада шығара алмаушы ек. Сол маған үлкен көмек болды. Сол бір тағы да бір тәжірибе болды. Сөйтіп үйреніп, 2 пеш қойдық, біреуінде бауырын қуыратын, біреуінде бауырсақ қуыратын. Сөйтіп басында бастадық шығар. Осы сияқты столдай болды ол үлкен. Бірақ ол анандай не болды? Ыңғайсыз болды. Орын алады. Қазір кішірейттік қой, ыңғайладық. Сөйтіп басталған. Сол кезде содан кейін ол жерге басқа да түрлерін шығаруды үйрендік. Сөйтіп бауырдақтың бірінші түрі сол жерден шықты, одан кейін ол жер жабылдық. Тағы да біраз демалып тұрып қалдық та Шарипова жаңағы неден ашылдық Құрманғазыдан. Сол жерден арнайы бауырдақ қазақ фастфуд деген атпен нақты сеніммен бастадым сол жерде. Лағманның бәрін алып тастап сол жерде пешін жасап, қойып, сол кезде жанына еттен түрін қосып, жаңағы немен болды, қазымен болды түрін шығарып, және бауырсақпен, және жаңағы нанмен деген түрін шығарып бастадық, бисмилля деп сол кезде. Толды жақсы өте бастады, бірақ сол районда ана Пакистаннан келген студенттер болды, индустар. Ол кісілер сиыр жемейді екен ол жақта. Бауырды көп жемейді екен. Зерттеймін олардың не тамақ жейтін. Сөйтсем оларда өзі самоса деген тамақтар бар, тауықтан істейді екен. Көбіне тауық жейді. Тауықтан істейді екен. Ана нанды шүпір қылады екен, ішіне тауық салады екен, қуырады екен.
соны мен алдым, мен бұларға тауықтан жасайын онда дедім де. Жаңағы чикен бауырдақ деп шығардым да. Солар түсінікті болсын деп. Содан кейін қазіргі менюда чикен бауырдақ деген түрі бар ғой, тауық бар. Соны соларға арнап шығарғам негізі басында тауық. Содан кейін олар келе бастады. Сөйтіп болды, бірақ оны олар ғана емес, біздің балалар да өзімізді ала бастады. Сөйтіп одан артынан ыдыстағы бауырдақ шығардым. Ол енді түріктердің ыдыстағы дөнеріне қарап ұйқастырдым енді, шын керек. Одан кейін артынан сөйтіп өзі зерттедім. Жүрген жерінде зерттеп, біздің қазағымыз не жейді, үйінде не жейміз біз деп өзімізді зерттеп, сөйтіп бір-бірлеп тамақтарды қоса бастадым, қазір бар тамақтарды. Енді ол кезде бастағанда менюдің өзі, мәзірдің өзі А4-тегі бір бет қана болған. Одан кейін ол былайынан үлкейді, ашкөй, одан кейін тағы да үлкейді. Сөйтіп, ол бір уақытта қосылған жоқ бәрі. Мен ойластырып жүріп, бір-бірлеп, қосып жүріп, зерттеп жүріп. Қазір уақытта Құдайға шүкір бір кітап болды да. Сөйтіп, бір-бірлеп жиналған дүниеде уже. Бұның бәрі еңбек қой. Енді Ақылбек аға, сол студент балалар мен едім деп келсе, ең алғаш қуанар едім, көргім келеді өзім. Не сол мен сол кезде толық таныспағанда, телефондарын да алмағанда. Сұр көрсе танисыз ба? Түрі былай есімде бар ол баланың. Ал енді бір-бірден кеп тегін тамақ жесеңіздер болады. Қуанар едім сол балаларға. Рахмет айтарым. Қанша жыл өтіп кетті қараңыз уже? 2018-17 ме? Жоқ, даже өтірік айтамын. Ары қарай. 16 ме екен, 17 жыл ме екен, 2016 ма, 2017 ме, сол жылдар қателеспесем. Сол жылдар ғой. Енді қазіргі таңда бауырдақтың бөлімшелері көп. Қазірге, мысалы, ең алғаш бұл франшизаны кімге бердіңіз? Кім сұрады сізден? Или өзіңіз ұсыныс жасадыңыз ба? Жоқ, мен бұл жерде ешкімге ұсыныс жасап көрмедім. Бір нем таңғалатын. Ана жаңағы орыннан кейін тағы да ауыстым орын. Жаңағы неге Сәтпаев 29-а деген орынға ауыстым. Сол жерде жұмыс жасап жүрдік. Ол кезде уже пандемия уақыты басталды. Бірақ Алланың қалауымен пандемия кезінде көп кафелер жабылғанда біз керісінше өстік сол кезде. Қазақтың тамағы желінген болды. Қазақтың тамағы сол кезде дәрі болды. Сұранысқа болып кеткен екен ғой. Былай айтқанда жартылай аптека сияқты болдық. Сол кезде дәріхана сияқты болды. Дәріхана сияқты болды. Өйткені адамдар айтайықшы Ақылбек аға, енді қазақтың тамағы бір жағы бойға қуат деп айтып жүрсіз ғой. Мен айтамын, осы қымыздың өзін мен сол пандемияға дейін келетін достарым бар, араласатындарға қымыз іш деп қойсам, жоқ деп түрлерін тірі жетатын. Үйіне кетсең ішті ауыртады дейтін. Ішпейтін көп. Сол пандемия кезінде маған сол адамдар хабарласып, су қосылған қымыз болсын тауып берші деп жылады. Шын айтам. Жан қысылған кезде. Жан қысылған кезде түсінді осының қадірін. Көрдің бе? Жан қысылған кезде, ауру меңдеткен кезде қазақтың асы бірінші орынға шығып кетті. Дәл шипірет. Мен соны айтамын да, қазір мен сол ата бабамызға алғысымды айтамын. Басын деймін. Ол кісілер бізге қандай шипалы ас қалдырғанда, жай ғана ас емес бұл. Кәдімгі шипа бізге беріп тұрған. Ас адамның арқауы деген сөз. Көрермендер, біз мына Саяхат ағам айтпақшы, шетелдің дөнері бірдемедің сөнері деп жүр ғой. Жапонның чикі балығы, Американың өлген тауығы де. Біз өзіміздің қазақи асымызды жесек, шынымен де дертке шипа екеніне ағамыз қанша жылдан бері жасап әмелиятта дәлелденіп отыр ғой, иә? Іс жүзінде. Ал енді осы тағамдардың ішінде Саяхат ағамның ұсынып жүрген тағамдары бар екен, иә? Енді осыдан айтып кеттіңізші, Саяхат аға, сіз өзіңіз бердіңіз ба ұнап бұл кісіге? Или екеуіңіз отырып ақылдастыңыздар ма, бұл не тамақ? Енді мен өздерің білесіңдер, мен біраз жылдық етпен айланысып жүргеннен кейін тәжірибем бар. Енді құр сөзбенен қолдауға келмейді де. Мен өзімнің ойымда жүрген екі түрлі нәрсе болады. Тай қуырдақ, енді бірінде айтмайды жасалған шығар. Соның біреуі қазы қуырдақ. Қазы қуырдақ болғанда қазыдан жасалу емес. Тайдың жіңішке қабырғасы бір елі майы бар. Сүбе қабырғаны қуырады ғой қазақ өзі. Дәмді болады өзі, атам қазақ қабырғадан қуырдақ жасайды. Содан чабыттанып тайдың бір елі қазыға аударуға келмейтін бір елі қазыларын неменеменен аппаратпен 3 сантий, 2 сантий қылып отырып, турап отырып, тұзын сіңіріп, тұзданған нәрсе жақсы болады ғой. Сонымен оны Ақтілек айтқам осы. Осында 2 ас мәзір берейін саған. Неменеңді астың мәзірін толтырып ал деп. Одан өзім барып, оны үйреттім барып. Енді мен аспаз емеспін, бірақ енді логикасын білеміз да. Mesela еттің өзінің бір
сөлі болады. Еттің өзі майға қуырсаң аппақ болып сорпасы шығып кетеді де, ашты дәм болады, бір қышқыл. Бұны қайту керек дегенде, бұны сумен бір қайнатып жерсең, бұның қан сөлі шығады, ашты сорпасы шығып кетеді. Соны апарып, суға бір қайнатып алған етті апарып, пиязы, әртүрлі дәмденгішпенен бұқтырып барып, соны мына картошка салсаң, картошкада крахмал бар ғой, крахмал етке керемет жақсы, етті жұмсатады, оны сорпасын дәмді қылады. Сол бойынша апарып Ақтілекке жасатып бергенбіз, аспаздарын үйреттік, сонымен екі асын әзірін кіргізіп бердік, екі неменесін. Енді саяқтарға қараңыз, Ақтілек қаншама жыл осы еңбектің артында жүріп, қазір енді Аллаға шүкір берекесін көріп жатыр. Енді сіз айтушы едіңіз ғой, осы еңбек адам. Сіз не көрдіңіз осы жерде кісінің бойынан? Бұл жерде бір нәрсе бар да, бір намыс жатыр да, жаңа басында айттық қой. Еңбектен түбінде жемісін жейтінің жығылып қана кетіп қалсаң, ол өнім шықпайды да. Мысалы, сон қанша жыл қудың осыны? Қазір енді 15 жыл басталды. Негізі жеңіске жеткенше бір 10 жыл қудың ғой, иә? Бауырдақымыз 5 жыл болды ғой, оның алдында 10 жыл ғой. 10 жыл жығылып тұрып отыр ғой орнынан, 10 жыл соған шыдап, түбінде жеңіске. Не дегенде? Табандылық керек, еңбекқорлық керек. Әйтеу бір Алла тағала бір жерден жемісіңді береді. Мысалы, өз басым айтқанда 20 жыл әлі алысып келе жатырмын ғой, бір қажыған күнім жоқ. Енді осы кезде жаңағы қазақ десі өзіңе келеді, арттан шалып, жаңағы сөйтіп жүргендерді естіп жүрміз. Ол қарапайым Саяқ ағамның өзінің ақ кейбір видеоларының астына болмайтын бір өлең әңгімелер жазып жатады. Енді сізде осындай бір оқиғалар болған туралы жаңа бір айтып қалдыңыз. Бұл қандай оқиға еді? Бәріне бірдей кір жағып, аузыңда бармайды айтуға бір. Енді шалатыны бар енді, ол енді әркімнің өзінің ой деңгейі сондай, қабілеті, қабылдауы, қалай көре алу, көре алмауы. Көре алмау деген, сондай нәрселер көп қой енді, оның бәрін енді бүкіл халыққа кір жақпаймыз енді. Бірақ енді одан көрі қолдайтын халқымыз да көп те, Аллаға шүкір. Сондықтан енді мен солардың тілегімен, батасымен айту, Құдайға шүкір, өзім айтам, әуелі Алланың қалауымен, Алланың қорғауымен және сол халқымыздың қолдауымен аман келе жатырмыз. Әйтпесе шалатын жер көп өте. Неше түрлі жағдайлар болып жатыр осыған дейін. Бірақ өйтіп қайғырмаймыз, Құдайға шүкір. 10 жылдың ішінде 14 рет банкрот болып, мен Құдайға рахмет айтам. Сол 14 реттің ішінде көп сабақ алыппыз. Әр шалынғанда осындайға біреудің кедергісі болған кезде сондай нәрселер еске түседі, сабақтар. Ондай нәрсеге бойсынбай, мойымай жаңағыдай. Жатып қалмай, тоқтап қалмай, ойыңды бұзып қалмай, мақсатқа қарай жүре беру керек деген нәрсені шыңдады былай айтқанда. Сол нәрсемен алдыға жүреміз ғой енді, Алланың қалауымен берген. Одан енді ол нәрсе енді бізге дейін де қай заманнан бар нәрсе ғой. Дүние жүзінде бар нәрсе тек қана қазақтарымыз. Ол нәрсе бола береді. Бірақ біз енді Алланың берген күш қуатын алдыға жүре береміз. Осы Ақтілек енді соншама 10 неше жылда 14 рет құладым деп olsun. Сонда адамның еңсесі түсіп кеткен кезің болды ма? Еңсең түсіп, езіліп. Болады ғой енді. Ең басты сонаға мен ол еңсем қайық. Бірақ енді оны айтып отырмын қазір. Бірақ оны бала шағам үй ішін білмейді. Көбінесе. Бірақ енді өзің көтеремін, білдірмеймін де. Бірақ сонда да үйдегі Алла қосқан жарымыз, жұбайымыз бәрібір де сезеді, қолдауы бар. Өйткені ол да білдірмеуге тырысады. Ол білдірмеу қолдау деп санаймын да мен. Әйтпесе үйге барғанда жылап отырса, зарлап отырса, ол уже сол кезде еңсең түсіп кетеді ғой негізі. Сондықтан енді ол бірінші қолдау. Бірақ еңсе түскен уақытым болған кездер анау қарызға батып, жұмысшылар ақшаны төлей алмайған кезде түсетін. Осы кейін мен өліп кетем бе деп қорқатым. Елдің қарызын қайтара алмай кетем бе? Біреудің ақысын жеп қойдым ғой. Сол қатты уайымдатады. Өйткені оларда хабарласа беретін, телефонды көтермесең енді түсінікті ғой, қашып жүр деген сөздер кетеді. Осы бір еңсемді түсіретін де қатты. Содан кейін Құдайдан тілей беретін. Енді бұл дүниеде мен алсаң да қарыз. Кәфем болмаса да бұл дүниеде мен айтамын. Қарызбен алмашы жаным. Кісіге қарыз болмайды. Кісіге қарыз болмайыншы деп. Өзім сол уақыттан бастап ұстанымымды қойғам, мен қарыз болмайын, маған қарыз бола берсін деп. Жұмыстың арасында. Сол ұстаныммен әлі күнге дейін жүрем. Есептескенде де мен өзімнің қолымдағы, қол астымдағы болған командамда болған адамдар болсын, есептесіп отырмаймын мен.
осынша алуың керексің осынша деп сұраған бере беремін. Жақсы нәрсе екен. Сұраған бере Өзім қарыз болмайын, ел маған қарыз болсын. өйткені сөйтіп сондай ұстандым одан кейін. Өйткені қарыз әбден өтті маған. Содан кейін сол ұстаным Құдайға шүкір. Саған қарыз болса кешіре саласың. Иә, маған қарыз болса айтамын, мен Алла түсінемін разы ғой. болсын, Алла кешіре разы болсын, кешіре аласың айтамын. Ал енді мен қарыз болғасам мені кешірмей болса қандай жағдайда Қолынан кешірім алу. Енді қазіргі қоғамда мына қарызбен бастамай іс тынбай тұр ғой өзі. Мысалы сізде кәсібіңізді сол қарызбен бастадым деп тұрсыз. Енді қазір қарыз алмаңдар, ойбай қарызға кірмеңдер десе, бір кәсіп бастай алмайтын сияқты адамдар. Енді осы тұрғыда қалай істеуге болады? енді ол тұрғыда бар ғой. Әрине қарызсыз сауда болмайды, жұмыс болмайды, өмір болмайды. Бірақ ниетті бұл жерде дұрыстау керек деп ойлаймын өзім. Ниет. Мысалға, біз енді мұсылман ретінде иман келтірген Құдайға сенгендіктен біз ана банктерден кредит алмаймыз. Ол ең жаман күнә. Сондықтан біз Құдайға шүкір, біз Құдай сол кредиттен сақтап осы уақытқа дейін. Осы қаншама орын ашылып жабылса да мен біреуінен кредит алып көрмеппін. Қандай күшті саяқтаға? Кредит алмай, өкіметтен қарыз алмай бастаған бизнес көрдіңіз бе қандай? Мен өйтіп әкімшілікке де барған бір уақыттары. Ана 3 миллиондық не берді ғой? Субсидия беріп. Кімнің жақсы идеясы бар соған береді. Оғанда мен дайындалып кіріп, ол жерден де мазақ болып шыққам. Мынау не деген сияқты? Кіргенің жеңіл болды, шыққаның ауыр болды. Сол күнде реніп шыққам бүйт. Енді несім айтпай қой, енді сіздер сияқты жасаймын деп кеттім сол жерде. Құдай көмектесін. Сонда қарызды айтып тұрған себебім қарызбен жатылған енді қарыз бөлек, жаңағы кредит бөлек қой. Өсімі бар, ақша. Өсім ол енді Құдай тыйым салып тұр. Ол кредитпен бастаған өсіммен бастаған сауда ешқашан жүрмейді ол. Бірінен кейін бірін Құдай тағала шығара береді қиындығын. Өйткені өзі уәде етіп тұрған. Сондықтан біз енді шамамыз келгенше содан қашамыз. Бірақ адамдармен араласамыз енді қазақта айтады ғой, қарыз алсаң жақсы адамнан алуға тырысыңдар деп. Иә. Сондай ұстанамыз да енді көп қой жер бетінде жақсы адамдар. Бар ғой жігіттер. Жақсы адамдар бар ғой, иә. Алла разы болсын бәріне. Бір істеу керек пе, бір істі? Егер сол іске өзің сенімді боласың ба, біреуге барып сендіре алуың керексің да. Мен осындай істейін деп едім. Қаражатым болса қосылайықшы, бірігіп істейікші деп. Өйткені сен жалғыз өзің арманыңды орындамайсың. Сен біреудің де құр тұрған ақшасын айналдырып, оған да пайда келетін жағдай жасайсың да. Сонда өзің ғана емес, айтқанда маңайыңдағы адамдарға да пайдаң тигізе аласың. Солай басталған іс менде. Менде бір Ғабит деген жігітпен танысып, сол кісінің артынан қалмадым сол кезде. Шын айтқанда артынан қалмадым. Ақшасы бар екенін білдім, қоймадым артынан. Оны өзі таныстық, сөйлестік, бірақ бара бердім қайта-қайта. Осындай жұмысым бар еді, істейікші. Иә, осы идея. Бауырдақтың істейікші деп. Мен сөз беремін, уәдемде тұрамын, ақшаңды шығарып беремін, пайдаңды аласың деп. Сөйтіп бастағам. Сол кісі әйтеу дегенде бір күні Құдайдың қалауымен сеніп, ақшасын беріп бастайды. Сол кезде мен салып, жаңағы Абылай хан нүктесінен толық нүктені бастаймын. Сол жерде бастадым. Енді Құдайға шүкір, мен бірінші өзіме сөз бергендіктен қалай да болса өзімнің нан жемесінде ол кісінің ақшасын беруім керек қайтарып. Проблема осыда. Егер де біз сөзімізде тұра алмасақ, Құдай бермей тоқтатып тастайды жұмысты. Бізде көбі сол ғой. Басында әдемі айтады, әдемі жасайды, бірақ аяғында ұмытып кетеді. Ол болмау керек екен де. Адам сеніп бастағаннан кейін, саған адам сеніп тапсырғаннан кейін аманат ақшасын. Сен оны аманатқа дұрыс қарауың керексің де. Сол кезде мен түскен пайданы ол кісіге апарып бере бердім, бөлісе бердім. Бәлкім сол кісімен жасалған арадағы келісімнің тазалығынан ба енді Алла берекет береді де. Өйткені мен қатты сенемін сондайға. Өйткені Алла тағала өзі айтады. Серіктестермен араларында серіктестік болатын болса адамдармен сөздеріңе берік болыңдар дейді. Осы жерде мен кілті осы жерде ойлаймын. Өйткені өзім соған сенемін. Сөйлестің бе, келістің бе, уәделестің бе, қол қойыстың ба, болды. Өзгертпе оны, мың сылтау айтпа. Сөйтіп қалдым, бүйт қалдым, болмай қалды деген сөз болмайды. Қалай ер азаматсың өйткені, жігітсің, ер азаматсың. Айттың ба істе. Қалай да осы шығар. Сол жерде мен Құдайдан көмек. Енді ол деген арғай уже не? Құдайдан көмек сұрау ғой. Я Алла, мен осы серіктеспен бастап қойдым. Мен жол ортада қалдырма, басым жерге түсіртпе, еңсемді түсіртпе, осы кісінің уәдемді бұздырма, көмектес деп Құдайдан тілейсің ғой енді. Бұл жерде өзінің кереметтігің, білімің мен тағы бірдеңемен сенбеу керек те. Құдайға деген сенімге бір сенімге сеніп, сөйтіп амал жасағаннан деп ойлаймын өзім. Ол кісімен әлі дейін бір байланысымыз жақсы, шүкір, Аллаға шүкір. Ол кісі сондай жақсы кісі, Құдай жолықтырды. Сондай мен ойлаймын, бір жастарға да айтарым сол,
уәделесті ме? Бізде қазір енді өкінішке орай уәде бұны серіктесті қойып, жай жұмысқа келген адам жауапкершілік ала алмайды. Жұмыс жасамайды дұрыс. Енді ол серіктестік деген үлкен нәрсе де. Сондықтан осы серіктестік арасында осындай берік уәделесіп ұстай алатын болса, талай қазақ дамып кетер еді алдыға. Шәкірттер бар ма? Тәрбиелеп жүрген, үйретіп жүрген? Жоқ, жалғыз шауып келатсыз ба? Міне бір бауырым міне осы жерде жүр. Өзімнің туған бауырымдай қазір. Шын айтамын. Басына келгеннен жүр, өзі бетіне айтып жатырмын ғой, айтпаған болсам. Бір шәкіртіңіз бар, Ернар деген. Иә. Қалғандар енді басқа нүктеде жұмыс істеп жатқан балалар бар ғой. Енді білмеймін, мен олар өздерін сөйтіп ойламаса, мен әлгі сондай бір ұстаздық танытатындай ешкімге ақыл айтпаймын. Өйткені біз әлі кімбіз, ешкім емеспін мен. Біреуге ақыл айтып, шәкірт болып. Бірақ жанымда еріп жүрген бауырымыз болса, әйтеуір қолғанат бір жағынан мен де білгенімді бөлісіп тұрамын әйтеуір. Шәкірт болу деген, ана күні Әбжаппар ағамызбен әңгімелестік қой саяқта. Шәкірт болу деген мынада жатыр екен да. Мысалы, бір ортада мықты ғалым шығады, иә, бір сол өлкеден мықты маман шыққан кезде жаңағы адамдар өздерінің балаларын жібереді екен ғой, шәкірт бол деп. Ол адам оны қабылдамайды екен, потому что танымайды ғой бірінші. Сондықтан бір кісінің әңгімесін айтып берді ұстаз. Бәленбай деген бір ғалымға баласын жібереді бір кісі, енді толық оқиғаны уақыт өтіп кетеді. Содан әлгі кісіні іздеп барады ғой жаңағы бала. Барады да бірінші соның ауласын сыпыратын адам болып жұмыс істейді. Тегін. Одан бір күн ауласына кіретін болады жаңағы сенімге. Содан кейін жаңағы ұстазды көру арман ол кісіге. Сөйлесу емес, көру арман. Содан кейін бір күні жаңағы құмған ұстайтын дәрежеге жетеді, тоже сенімге кіріп. Бір күн құмған ұстап су құйып, содан кейін барып жаңағы кісі сұрайды ғой, сен кімсің? Осы ауылдың баласысың ба? Күнде жүресің осында. Дегеннен кейін барып жаңағы арада біраз жыл өтіп кеткен ғой. Сосын барып жаңағы мен осындай бәленбай жерден сіз іздеп келген едім деп, содан кейін барып жаңағы құр тілдесетін болған ауладан кейін барып үйреткен ғой арада бірнеше. Содан барып жаңағы ғалым болып шыққан екен дейді да. Ондай сынаққа шыдаған адам, шын берілген адам ғой. Шын берілген адам болып тұр ғой. Жаңа сіз де айтып отырсыз ғой, менің айналамда жаңағы шәкірттерім бар, бірақ нағыз деп айтып отқаныңыз сол барлық суық жылуды көтеріп жанында жүріп жаңағы айтады ғой, біреуге іні боламасаң, кейін біреуге аға боламайсың деген ұстанымды ұстап жүрсіз ғой, былайша айтқанда. Мен оны өткен бағана айтқан шәкіртте жүрген Ернар деген бауырымыз бар. Меруерт деген бір қарындасымыз бар, және басқа аспазшы командамыз бар. Құдайға шүкір. Солар аралап, баратын орынға барып, көмектесіп, қажет нәрсемен бөлісіп, сөйтіп қадағалап отырмыз. Қолымыздан келгенше. Енді мен шын айтқанда мынанша нүкте болып өседі деп жоспарлаған да жоқпын, ойлаған да жоқпын, армандаған да жоқпын. Бірақ байланыстамыз. Бірақ қонақтармен бір кемшіліктер болып, ыңғайсыз жағдай болып жатса, дереу байланысқа шығып жөндеуге тырысып жатырмыз да. Енді бес саусақ бірдей емес. Бізде тем более мына уақытта қазір ресторан кәсібімен жұмыс енді басталған уақыт. Біздің мына былай айтқанда тамақ саласында тарих мүлдем жоқ бізде. Ана шетелдік сияқты 300 жылдық, 500 жылдық тарих жоқ бізде тамақпен. Біз енді бастап жатырмыз. Бізде енді қазіргі осы буын осыны мықтан ұстай алғандар, ертең олар мен айтамын оларға. Бұл нәрсе құр сендерде емес, сендердің ұрпақтарыңа қалу керек. Соған көз жұмсын, не істеңдер, байлаңдар, бел байлаңдар. Жалғас дамыта білу керек қой енді. Өзіңді ғана ойлама, сенің балаңның баласы жалғастыру керек деп үйретемін. Сондықтан бұл бір күндік жұмыс емес. Бұл әрине бұл жерде қиындық болады. Бұны қойып 5 жылдық жоқ неше түрлі ресторанның өзінде қиындықтар бар. Біздікі сияқты. Сондықтан бір жағынан бізге бірге істеп жатқан ұл қыздар, мен айтамын енді. Бәрібір де жақсы, мықты. Сіздер мықты жасап жатқандар бар ма? Бар, әрине, жасап жатыр. Енді мен қуанам. Жасап жатыр, мен қуанам. Шүкір етем, қуанам. Өйткені ой бар ғой өзім. Біреу жаман дей берсең, ол жаман бола береді ол. Әр кемшілікті үлкен қылып айта берсең, ол ешкім дами алмайды. Сондықтан біз көбінесе сол сияқты кемшіліктер көз жұмуға тырысамыз, керісінше демейміз. Себебі шынын айтайын, біздің аспазшылар шетелден оқып келген ешқандай аспазшы жоқ бізде. Біздің аспазшылар ауылдағы әпкелеріміз, жеңгелеріміз, бұрынғы дәрігерлер, бұрынғы мұғалімдер. Біз сондай кісілер жинаймыз. Тек қана оның үйінде бала шағасына тамақ дайындаған тәжірибесі бар. Болды. Мен сұрақ қоямыз. Тамақ дайындайтын, тамақ пісіруге қандай нең? Ұнай ма, ұнамай ма? Соны сұраймын.
тамақ істейтін болады ғой үйде, әр үйде бар ғой бір ана. Иә. Бір аяқ астында қонақ тұзбенен келтіре салады. Аяқ астында қонаққа қалса бұж-бұж еткізіп бір дәмді бірдеңесі жоқтан бар істей салатын адамдар бар ғой. Айналамызда бір чымчым тұзды. Иә. Мен сондай кісілер жинауға тырысамын. Өйткені ол кісілердің қолынан келеді. Қарапайым. Иә. Ана оқып келген, куәлігі бар адамдар іздемеймін мен. Біздің ауылдағы қарапайым әпке қарындасты аналарымыз қонақ күтіп жүрген, қонақ жақсы көретін, иә. Сондай адамдардан біз аспазшы жасаймыз. Құдайға шүкір, сондай аспазшылар қазір жұмыс жасап жатыр. Сондайлар үйреніп жатыр, сондайлар қуанып жатыр. Олармен бірге біз де қуанамыз. Себебі бір жағынан жақсы маман орны болып тұр, жаңағы жақсы айлық алатын жұмыс болып тұр. Ол ары қарай өзінің бала шағасын жағдай жасап жатыр. Енді бұл біріне бір байланғанда барлығы. Сондықтан бір пайдамыз былай айтқанда жан-жаққа тиіп жатыр деп ойлаймын. Сондықтан сол жағынан мені қуантады да сол. Жалпы өзі біреуге еліктеп, біреуді үлгі тұтып өсеміз ғой өзі бала кезден. Сіз кімге еліктейсіз және қандай адамды үлгі тұтасыз? Мен бар ғой еліктейтін енді басында осы ресторан саласын бастап жүргенде ресторан форматындағы адамдар болды, бірақ ол бізде емес, шетелдің адамдары, Ресейдің адамдары болды енді. Бірақ ол бір ғалым еліктеп жүрген кезде, бірақ олар мынандай түсінік болды. Еліктегенде де адам танып еліктеу керек екен, жай ғана көріп емес. Мен ол кезде еліктеп жүргенде біз мұсылман болғандықтан олардың ресторандар көп болды, бірақ барлығы былай айтқанда ішімдікпен ресторандар. Мен соны уақытты білгеннен кейін мен ойымды өзгерттім де, қалай өзгерттім? Өйткені бір кісі айтты, былай айтқанда ішімдік сатылатын ресторан ашуға ешқандай ақылдың қажеті жоқ дейді. Ішімдік тұрса болды. Иә, ол ішімдік ішетін адам өзі ақ барады ол жерге дейді. Оны қажет емес, оған ми керегі жоқ дейді оны жасауға. Арағын толтырып қой болды дейді. Жарнамаңда. Ол тамақтамаңыз демес дейді. Тентірекке өзі ішеді. Иә, өздері ақ ішеді дейді оны. Сондықтан анау ғалымдар айтады ғой, мәдениетті ішу деген нәрсе жоқ ол. Сондықтан бұл жерде сол кезде мен оған дейін Новиков деген бір Ресейдің рестораны бар, сол заманда 120 ресторан болған. Қалай деп таң қалатын. Сондықтан ол кеш барлығы ішімдікпен болғаннан кейін мен одан кейін тоқтаттым. Одан кейін енді ақыл Алланың берген білімі, ақылымен ойланып, осындай білім іздейсің ғой. Сонда Сүлеймен пайғамбар бар ғой. Сол кісінің дұғасы бар ғой. Алла тағала сұраған, мені барлығын меңгеретін ең мықты қылыш деп. Сұраған ғой, сөйтіп сұраған екен. Сонда Алла тағала оның дұғасын қабыл етіп, желді басқартқан, жындарды басқартқан, бүкіл жәндіктердің, тірі жәндіктен тілін білдірген, бәрін тілін білдірген. Бәр нәрсемен сөйлеп салған ғой, иә. Суды басқарған, желді бәрін басқартты ғой. Мен ол сұрады. Мен ең мықтысы қылыш деді жер бетіндегі. Алла берді. Сол сияқты темірмен айналысқан бізде пайғамбар бар ғой, сонысын. Дәуіт пайғамбарымыз. Сол кісі де дұға етті ғой. Мені ең мықты ұсташы қылшы деп. Нөмір бірінші былай айтқанда, біздің сөзбен айтқанда, ең мықты ұсташы қылшы сұраған екен ғой. Алла тағала соны қабыл еткен, қазіргі күні әлі күнге дейін ол кісінің жұмысы, тірлігі айтқан жүріп жатыр. Әлі күнге дейін темірмен кәсіп жүріп жатыр. Сол кісінің дұғасы дейді де, сол қабыл болған қалған. Сол кісінің жасалған нәрсе ары қарай кеткенде тоқталды. Сол сияқты мен де енді біз енді жай адамбыз ғой, пайғамбар, бірақ сонда да еліктейсің де сондай дұға сұраймын да мен сол сияқты. Сөйтіп сұраймын мен өзім. Мені қазақтың нөмір бірінші рестораны қылыш деп сұраймын да. Арман мен айтпайтын, вообще айтып көрейін. Өзім сөйтіп айтып отырмын. Жалпы пайғамбарларымызға ұқсасақ деп тұрсыз ғой енді. Енді пайғамбарға ұқсай алмаймыз ғой, бірақ енді әйтеуір бір амалын бүйтіп ұстанып жүрсек деген сондай ниет қой. Болмасаңды ұқсап бақ, бір жақсыны көрсеңіз деген сол ғой. Біздің енді мұсылманның енді ең лидері, ең еліктейтін адамымыз ол пайғамбарымыз ғой мақсат. Иә, әрине ол. Кітап оқисыз ба? Жоқ, шынын айтайын, көп оқымаймын кітап. Енді жалпы жоспарыңыз қандай енді болашақта жалпы? Бір 10 жылға, 5 жылға құрып тастаған. Бұл жерде сенде демалыс жоқ. Кәдімгідей ел сияқты отпуск кетіп қалатын, міне бауырлар істеп жүр ғой. Бұл жерде өмір сүруің керексің, ресторанда. Бұл жерде өмір сүрмесең, ертең келетін қонағың тамағы дұрыс шықпайды. Бұл жерде аш қойып, шетелге демалып келдім деген ол өтірік сөз. Өйткені мұнда мысалға қонақтың алдыңызға, сіз мысалы кафеге бардыңыз,
тамақ заказ бердіңіз. Енді сіздің ешқандай қатысыңыз жоқ, сіздің таңдауыңыз бар, ақшаңыз бар. Ұнаған жерге бардыңыз да қажетіңізді алып кеттіңіз. Бірақ сол орынның жасалатын тамағы, алдыңызға келген тамақтың процесі қалай өтеді? Ол анау базардан басталады. Даже базардың ар анау өзінің өнетін жерін шикізаттан басталады. Ол қонақтың алдына келгенше ол базардан бері келеді. Бері келген соң ол цехқа түседі. Цехтан заготовка дайын жуылады, шайылады, өндіріледі. Одан бөлек бері қарай түседі. Әр этаптан өтіп, көп этаптан өтеді ғой. Аяғында пісіп алдыңа келгенше сұмдық жұмыс өтеді ғой. Соның барлығы бір 5 минутта жасалмайды ол. Сондықтан тағамға сондай көңіл бөлінеді. Сонша уақыт бөлінеді. Сондай бір күш бөлінеді оған. Сондықтан ол жерде адам басқарып үнемі жүрмесе, тамақ дұрыс шықпайды ол. Иә. Қадағалау. Сондықтан бұл жерде жаңа айтқаннан сұрақты жүру керек те. Жоспар біздің күнделікті асымызды қонаққа дұрыс беру жоспарымыз. Бұны адам жақсы көру керек. Сүю керек, махаббатпен дейсіз. Бұны жақсы көру керек. Бұл ресторан форматын істеймін деген адам осы жұмыспен ауыру керек. Мен мысалы әлі күнде мен мысалы кафем бар отырсам, мен өзім бауырдақта отырған кезде мен тамақ іше алмаймын. Мен еркін отырып, мен басқа кафеге тамақ ішіп келемін. Неге өйткені мен отырсам, мен мазаланып отырамын. Маңайымдағы адамдардың үстіне қарап, киім түріне қарап, қалай ұнап отыр ма, ұнамай отыр ма. Тамақ ішіп отырсам, мен түрлеріне қарап отырамын. Соған қарап тамаққа қараймын деп. Иә, соған қарап отырып, егер де әдемілеп жеп отырса, соған рахаттанып, бір ауру адам сияқты отырамын. Рахаттанып, ана жеп отырғанына қарап, сүйсініп, риза болып отырамын өз алдыма. Сөйтіп жақсы көру керек деп ойлаймын, білмеймін өзім сөйтемін енді. Басқаны білмеймін. Сөйтіп жақсы көрмесең, әйтпесе кафенің былай айтқанда проблемасы көп. Күнделік неше түрлі сұмдық кедергілері бар. Оның бәрін бір сілтеп қаншама адам жанына кетіп қалған. Істемеймін, бұл менікі емес екен деп. Сондықтан бұл ресторан форматында жоспар деген мәселеде ол күнделікті жоспар, жаңа жоспарда. Енді мақсат, арман, даму әрине бар, өсу деген бар, жаңа сияқты деңгеймен. Оның бәрі енді қазір алдағы уақытта жүріп жатыр. Армандар осындай жасаған сайын шыға береді екен. Келесі арман тағы да бір осындай бір ресторан форматын жасау. Оған жұмыс жасап жатырмыз қазір, ойланып жатырмыз. Енді алдағы қаласа, алдағы уақытта Құдай бұйырса болып қалады. Ол да бір жаңа үлгі. Басқа саламен айналыса алмаймыз. Онан болдым, енді басқа салаға барам деген менде жоқ. Қаншама жылдар өтіп кетеді. Иә. Енді Алла бұйырса, амандық болса, осы саламен өмірім тауысатын шығармын. Өйткені ары қарай өзімнің ұрпағымды осыған баулаймын. Балаларымда баулып жатырмын, өйткені олар үнемі үйретемін оларды. Өйткені олар да өскенде ресторан форматында жүрсе, халыққа жақын қызметін жасап жүрсе деген арман. Анау шетелге барсаң, бір ресторандарына барсаң, кафелеріне мысалы. Маған білмеймін, солай көрініп тұрады анау. Атасының кафесі сияқты көрініп тұрады. Сұрайсың, шынында да солай болып шығады. Мына жерде бір ғой, бір нәрсе бар. Ескеретін нәрсе. Мынау тамақ нәрсе ескірмейтін нәрсе. Сен шетелге барасың да, соның бір атақты тамағын жейсің, қызық көріп. Бірақ өмір сенің соған мейірімін қалмайды. Айланып кеп өзіңнің ата заманынан келе жатқан тамағын ішесің де, сондықтан мысалы бауырдақ болып кете береді ол. Сол ішіп үйренген тамағың ол өзі. Дұрыс айтасың. Иә. Сол өз шетелге барып бірдемен жейсің де, айланып кеп өз тамағыңды аңсайсың ғой. Бұл телефон емес, жаңа шыққанда тастай салдына басқасын алатын. Иә. Мысалы неге қазір мен өзім жасым 44-те ме мысалға. Мен 44 жыл болды осы мен азықтан келе жатқаныма мысалға. Туғаннан бері. Мен қанымда ДНК-мді осы ғана. Менде басқа дәстүрлі, басқа елдің асын қызығып көресің, бірақ ол бізге сіңімді емес. Ұзаса бір аптадан кейін сен оның денең қабылдамайды оны уже. Өзіңнің сорпаңда өзіңнің асыңды сағынады. Әр үйде бар нәрсе ол. Әр үйдің баласы солай. Оны шетелге шыққандар түсінеді екен. Шетелдің тамағын бір апта жейме, көп қой жазып отырады. Сорпамды сағындым деп қарындастар қаншама жазды. Маған шетелден қаншама адамдар қаз алдырады, шұжық алдырады. Ай, мынаны көріп, елге қайтқым келіп кетті дейді. Олар аш жүрген жоқ бірақ. Генге жасырылған ұлттық дәм тұз ғой ол. Ол біздің ағзамызға сіңген, ағза соны сұрайды. Оған басқа нәрсе қажет емес. Осыны әкел дейді да ағза, оны бермесең ауыр да ол. Жапондық біреу құрт берген, құрт кәдімгі.
соны көріп жасалуын тыңдап құрт көріп естіп иіскеп көріп мынау өте жақсы нәрсе екен деп айтады. Бірақ менің асқазанымда осыны қорытатын бегемет жоқ деп айтады. Иә. Көрдің бе? Енді бізде қорытатын сондай нәрсе бар болу. Сондай ғой. Енді саяқтағы әңгімемізді қорытылайық. Біз тағы да келесі еңбек адамдарымен кезігеміз. Тағы да басқа да салада, түрлі саладағы екі қолыменен, қос қолыменен еңбек жаратып, көптеген кісілерге жұмыс тауып беріп, осындай еңбектің ең қызған шетінде басында жүрген жігіттермен тағы да кезігеміз. Ақтілекпен кезіктік, өткенде Әбдіжаппар ағамен кезіктік. Сол сияқты еңбек адамымен бірге болайық.